Абай атындағы көркем сөз оқу шеберлерінің республикалық байқауы алғаш рет Жетісу жерінде өтті. Сайыста еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған 17 қатысушы бақ сынады. Дәстүрлі дода Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен тілдер күні қарсаңында өтіп отыр. Ұлы ойшыл Кемел ақын Абай Құнанбаевтың рухани мұрасын насихаттауға арналған байқау өзіндік ерекшеліктермен есте қалды. Адамзатта сен деп сүй, ол алада жаннан тәтті. Биылғы байқау жылдағыдан өзгеше. Кемеңгер ақын мұрасын кеңінен насихаттауды мақсат еткен бұл шара Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орайластырып отыр. Ерекшелігі биылғы байқау мазмұнына қазақ әдебиетінің бірқатар классиктерінің шығармалары да енгізіліпті. Биылғы байқаудың ерекшелігі прозалық және поэзиялық шығармалар екіге бөлініп отыр. Біріншісі Секен Сейфуллин мен Бейімбет Майлиннің 125 жылдығына орайластырылған прозалық шығармалардан үзінділер оқу. Екінші поэзиялық жанрда Сәбит Дүйсенбаев, сонан кейін Ілияс Жансүгіров және Фариза Оңғарсынова апамыздың 80 жылдық мерейтойына орайластырылған. Дүбірлі додаға 14 облыс пен Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларынан көркем сөз шеберлері жиылған. Солардың бірі Ержан Искаков. Абайды 6 жасынан жата жастанып оқитын жігіт бүгінге дейін ақынның 100-ге жуық өлеңін бойтұмар еткен. Ақтық сынға Алматы қаласынан келген үміткер республикалық жарысқа жіті дайындалыпты. Сәкен Сейфуллиннің Айша деген повесін алып отырмын. Неге десеңіз, сол заманда әйелдерге деген теңсіздікті қазақ халқына көрсету үшін және қазіргі заманның қыз балалары қандай бақытты әлемде өмір сүріп жатқанын жеткізгім келді. Ауқымды бәйгеде көрерменге ой саларлық жалынды шығармалар мен дарынды өнерпаздар да аз болмады. Әрқайсысы облыстық қалалық іріктеуден іркілмей өткен үздіктер. Сондықтан олардың сахнадағы шеберліктерін қазылар жоғары бағалады. Конкурс басталған уақытында мысалы әрбір қатысушы өздерінің шығармалары, өздерінің шығармаларды қалай айту, қалай жеткізумен келген уақытында өте жақсы дайындалған. Бірінші кезектегі мәтінді танып білу керек, оны іштей сезіну керек, содан кейін жүрекпен айта білу керек. Жүрекпен айтқан сөз жүрекке тіреледі. Сондықтан дайындықтары өте жоғары дәрежеде. Мен қателескен екен. Барайын, жұбатайын дей бергенде, өстік шүкір дейба тағы да бұрқыратып бір қабыл алды. Мазамына болыпты. Келді бол шақырып жатыр. Жеке сөйлесетін әңгімем бар депті. Әдеби додаға сен тұр мен атайын дейтін қатысушылар жиылған. Дегенмен кіл мықтының ішінен кім мықты екені әділ анықталып, жеңімпаздарға қаржылай марапаттар табысталды. Сайыс қорытындысы бойынша жүлделі 3-ші орынды Шығыс Қазақстаннан келген Әлия Болатова мен қызылордалық Айсана Әшімхан иеленді. 2-ші орын Павлодардың тумасы Ербақ Құрметжанның қанжығасына бұйырды. 1-ші жүлдеге шымкенттік Мәди Сәулебек лайықты танылды. Ал байқаудың бас жүлдесін бағы мен бабы тең түскен елордалық Айжан Алқабек жеңіп алды. Медет Жұмабай, Айзада Оразалы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы.